Бәріңізге сәлем достар. Бүгін мен сіздерге шахматта жеңіске жету үшін әрбір кәсіби шахматшы қолданатын шахматтың алтын ережесін айтатын боламын. Егер де сіздер дайын болсаңыздар, жайғасып, лайк басып каналға тіркеліп кетіңіздер. Шахматтағы ең басты және ең бірінші ережелердің бірі центрді жаулап алу. Яғни біз ақтарға ойнайтын болсақ, E4, D4 жүрістерімен центрге шабуыл жасап, центрді өз бақылауымызға алу керекпіз. Ал егер де біз қараларға ойнайтын болсақ, ақтарға бұл центрді беріп қоймау керекпіз. Және де бұл центрге таласу бүкіл ойынның соңын шешетін болады. Егер де бірде-бір жақ, мысалы ақтар центрді жаулап алатын болса, онда қараларда болашақта ойнау қиынырақ болып келеді. Ал егер де центр екі жаққа да тиесілі болса, мысалы мынандай позицияларда, онда ойын өте қиын болады және де өте қызық болады деген сөз. Екінші маңызды ереже жеңіл фигураларды партия басында шығару керек. Мысалы, қазіргі 95% партиялар E4, E5 жүрістермен басталады. Және де бұл жерде ферзбен емес, және де ешқандай басқа фигуралармен емес, дәлме-дәл жеңіл фигуралармен жүру керек. Мысалы, атпен, пілмен жүруіміз керек. Жеңіл фигуралар өте шапшаң және де ойынды өзгертіп жіберетін күшке ие. Және де олар 2-2-ден. Әр адамда 2 аттан, ақтарда 2 аттан, қараларда және де тағы да солай. Үшінші ереже бұл ауыс-түйіс. Ауыс-түйіс дегеніміз біздің ханымызды қорғайтын ең маңызды бекініс. Ауыс-түйістің маңыздылығы бағана айтып кететіндей, ауыс-түйіс арқылы біз корольді мықты бекіністе қорғай аламыз. Және де кейбір шахмат партияларында кәсіби ойыншылар ауыс-түйіс арқылы мат қойған. Ол партиялар туралы біз болашақта айтып кететін боламыз. Сондықтан да күтіңіздер. Сондықтан да әр партияда ауыс-түйіс жасауды ұмытпау керек. Ауыс-түйіс жасаудың пайдалығы біздің аналитикалық рекомендациямыз бойынша оны шахмат партиясының 7-ші жүрісіне дейін жасау керек екен. Себебі 7-ші жүрісінен кейін қарсылас бүкіл жеңіл фигураларды шығарып және де центрді жаулап алатын болса, ақтарға өте қиын болады. Қараларға ойнайтын болсақ, тура сол. 4-ші алтын ережеміз бұл жеңіл фигураларды центрге жақын шығаруымыз керек. Неге? Қазір айтып өтейін. Себебі, егер де біз центрге жақын шығармай, мысалы, коньді тақтаның шетіне шығарып қоятын болсақ, коньде 4-ақ жүріс болады. Ал егер де біз өзіміздің атымызды, мысалы, центрге қоятын болсақ, онда біздің атымызда 8 жүріс болады. Ал егер де ол қарсылас лагерінде болатын болса, онда тіптен жақсы. Және де 5-ші алтын ережеміз. Ауыр фигураларды тек жеңіл фигуралардан кейін ғана шығаруымыз керек. Неге? Тағы да айтып өтейін. Шахматтағы ең басты фигуралар, олар ауыр фигуралар. Және де ең басында шахмат партиясында әлсіз фигуралар шығып, соңында ғана ауыр фигуралар шығуы керек. Ауыр фигуралар шахматтың 15-ші жүрісінен кейін шыға алады. Себебі 15-ші жүріске дейін біз өзіміздің жеңіл фигураларымызды, ауыс-түйісімізді және де өзіміздің позициямызды қорғауға кірісеміз. Ал 15-ші жүрістен кейін әрі қарай шабуылды жалғастыру үшін бізге ауыр фигуралар керек. Есіңізде болсын, жеңіл фигураларсыз ауыр фигуралар ештеңе емес. Тура солай керісінше де жұмыс істейді. Ауыр фигуралар жеңіл фигураларсыз ешкім емес. Олар бір-біріне көмектесіп, сіздер ауыр және жеңіл фигураларды комбинациялап, қарсыласыңызды
қарсыласыңыздың быт-шытын шығаруыңыз керек, яғни мат қоюыңыз керек. Және де ең соңғы 6-шы, ең маңызды, ең керек, егер де кәсіби шахматшы болғыңыз келсе, қолданылатын ереже, алдыңғы 5 ережелерді шын партияда, яғни практикада қолдануларыңыз керек. Практика ол шахматтың ең басты бөліктерінің бірі. Практикасыз сіз ешкімді ешқашан жеңе алмайсыз. Қаншалықты ережелерді білсеңіз де, сіз практикалап, басқа қарсыластармен ойнап көруіңіз керек. Бұл біздің шахматтың 6 алтын ережесі болды. Сіздермен болған қазақша шахмат каналы. Ұнаса лайк басып, тіркеліп кетіңіздер. Сау болыңыздар.